алақай, ал алтын, түмілген, толай. Сіздер бұл есімді естігенде жүректеріңіз селт етті ме? Бәлкім жоқ. Себебі мектеп оқулықтары бізге бұл есімдерді жаттаттырмады. Тарихи фильмдер олар жайлы фильм түсірмеді. Біз биік мінберлерден олардың есімін жиі естімедік. Бірақ олар Шыңғыс ханның қыздары еді. Сіздерге таңданатын ақпарат шығар. Біз Шыңғыс ханның ұрпағы ретінде дәл қазір әлемге өзімізді жар салып жүрген алтын ортаның мұрагері Жошы ханның ұрпағымыз деп жүрген халық неге Шыңғыс ханның жарлығын жатқа біліп, жорықтарын есте сақтап, 4 ұлы Жошы, Шағатай, Үгедей мен Төленің өмірбаянын жатқа біліп, 6 қыздың есімін жадымыздан шығардық. Бұл тарихтағы кездейсоқтық әлеуметтік амнезия емес. Бұл тарихтың кім жазатына, қалай жазатына, және кейбір есімдердің, әсіресе әйелдердің есімдердің тарих топырағына көмілетінін білдіреді. Бүгін 30 мамыр халықаралық феминизм күні. Жанна Дарктың 1431 жылы отқа өртенген күні. Дәл Түркістанда мен сіздерге Шыңғыс ханның 6 қызы туралы айтатын боламын. Шыңғыс ханы тек қана қатыгез, ел билеуші емес, әлемді басқарған императордың өмірбаянына әлемдік көзқарасты өзгерткен әлемдік ғалымдардың бірі Джек Уизерфордтың The Secret History of the Mongol Queens деген кітабында былай деп жазылады. 1206 жылы Шыңғыс хан өзінің империясын құрған кезде билікті, жерді, бедел мен байлықты ұлы мен қыздарына бірдей тең етіп бөлген дейді. Бөртеден туған 4 ұлы мен 6 қызына. Бірақ 6 қызына бедел мен билік, жер мен байлық теңдей бөлінгендігі жайлы монголдардың жасырын шежіресінен кесіп алынып тасталған. Бұл Моңғол империясына емес, адамзаттың тарихына жасалған өте үлкен қастандықтың бірі еді. Неліктен әйелдердің мұрагер бола алмауы, немесе Шыңғыстың 4 ұлының есімі шежіре болса, неліктен олардың 6 қызының есімін біз сыбырлап та айта алмаймыз? Тіпті бүгінде алғашқы мәрте естіп тұрмыз. Бұны тарих Шыңғыс ханның балалары дейді. Бірақ феминистік тарих немесе өзге де ғалымдар, олар жай ғана Шыңғыс ханның қыздары емес, олар Шыңғыс ханның империясының әлемдегі алпауыт империяға айналуына тікелей әсер еткен. Шыңғыс ханның империясының 4 әлемдегі 4 шекарасына жауапты білікті саясаткерлер болған дейді тарих. Бірақ тарихтың үні және біздің бүгінгі тақырып жаңғыру нені білдіреді? Ол тарихты жаңғырту, ол ескіге қайта жаңа көзқараспен қарау, әділетті қайта орнату. Қыздардың есімінің жалпы Шыңғыс ханның ұлдарымен қатар айтылуында айтылатын дүниелердің бірі, Шыңғыс хан өз қыздарын жай ғана ұзатып қоймады. Әкелік өсиесін айтып, даланың заңдарымен ғана ұзатқан жоқ. Ол әлемнің 4 нүктесіне өзінің 6 қызын елші етіп жіберді. Тұңғыш қызы Қожин жайлы ақпарат мүлде аз. Біз оның есімін, өмірде болғанын ғана білеміз. Ары қарай биографиясы жайлы тарих бізде үнсіз қалады. Әлде біреу үнсіз архивтердегі Моңғолдың империясы сияқты кесіп тастайды ма? Бұл басқа сұрақ. Екінші сұрақ, екінші қызы Шыңғыс ханның Алақай беги кім болды десеңіз, Алақай бегиді Шыңғыс хан Қытай мен шежіредегі шекарадағы оңғыттарға ұсатады. Ұзатқан кездегі ең басты айтқан мәселесі, Алақай беги, сен жай ғана келін емессің, сен Шыңғыс ханның қыз емессің. Сен менің империямның, Моңғол империясының шығыстағы қақпасын ұстайтын, білікті мемлекет басқарған әйел болуын керек дейді. 2015 жылы Алақай беги Қытай мен Моңғол империясының шекарасындағы тұңғыш әйел мемлекет билеуші деген атақталады. Екінші қызы Ал алтын ұйғырларға жібереді. Неліктен ұйғырларға? Себебі дәл 13 ғасырдың басында әдебиеті, мәдениеті, тілі мен кітапханасы, ғалымдар мен қол өнері бар цивилизацияның бірі ол ұйғырлар еді. Ал алтын ұйғырларға жіберген кезде Шыңғыс ханның негізгі мақсаты саясатты, империяны, жерді найзаның ұшымен жаулап алу оңай. Бірақ ол территорияны ғасырлар бойы сақтап қалу үшін сізде жазу, мәдениет, өнер мен
қолөнер болу керек еді. Бұған Шыңғыс ханның 3-ші қызы Алалтун жауапты болды. 4-ші қызы Шешейген де Шығыс империясының, Моңғол империясының қақаған суықтағы тайгаға барған Сібірмен шекараға жөнелтілді. Ол орнатқан билік бүкіл Моңғол империясындағы 10 мың, 100 мың түмен әскерді тамақпен қамтамасыз етті. Сібірдегі азық-түлік, Сібірдегі аңдарды орталық Моңғол империясына жөнелтіп отырған Шешейген билеушіні неге біз тарих оқулықтарынан таппаймыз? Бұл әділетсіздік емес пе? Біз кейде билікті орталықтардан, әдемі сарайлардан іздейміз. Бірақ билік шекарада. Орталықтағы адамдардың түнгі ұйқысының тыныштығында, сіздің ұйқыңызды күзеткен әскердің таңғы асында болуы мүмкін. Әйелдердің билігі шекарадағы Шыңғыс ханның бұл 4 қызының еңбегін әлі де әлем мойындамай келе жатыр. Келесі қыздарының бірі Толай. Бізге тіптен жақын. Ол Қарлұқтарға ұзатылды. Қарлұқтар кім еді? Ол дәл қазіргі Қазақ даласындағы Жетісу мен Іле территориясындағы ең үлкен алпауыт территорияға жауапты болды. Кейбір деректерде Толайдың есімі Төре деп аталады. Төре деген рудың басында Толай тұрған жоқ па? Мен тарихи кітапты оқыған кезде осындай мыңдаған сұрақтарға жауаптың әлі де жоқ екендігіне, архивтердің үнсіз қалатынына, бірақ жаңғыру арқылы біз сол тарих пен архивтеге үн бере алатын күшіміз бар екеніне тағы да бір көзім жетті. 6-шы қызы, кенже қызы Шыңғыс ханның 2 қыз жайлы дерек аз. Ол бірінші Қожин болса, екінші Түмелен. Олар жайлы дерек мүлдем жоқ. Ал 4 қызы, біреуі оңғыттарға, Қытай шекарасына, біреуі Сібірге, біреуі Қарлұқтарға, біреуі территорияны басқаруға жіберілген кезде біз бұл 6 қыздың артында кімдір деген сұрақты қоюымыз керек. Әлбетте ол Бөрте еді. Бірнеше жыл бұрын Түркістан театрында ең алғаш мюзикл қойылған тарихи шығарманы да Дулат Исабеков ағамыз жазған кезде мен Дулат ағаға сұрақ қойған едім. Бүкіл қазақ жазушылары Әбіштен бастап Мұхтар Мағауинге дейін Шыңғыс ханның қаншалықты қазақ болғанын немесе болмағанын дәріптеуге тырысады. Ал сіздің Бөрте жайлы роман жазуға сізді не итермеледі деген сұраққа ол кісінің жауабы: неліктен біз Бөртені тек қана Шыңғыс ханның тұңғыш әйелі деп айтамыз? Бұл әділетсіз баға ғой деген болатын. Бөртеге берілетін ең жиі анықтама Шыңғыс ханның тұңғыш әйелі және Шыңғыс ханға сен деп сөйлей алатын жалғыз адам еді. Бірақ бұл неткен тар анықтама, неткен әділетсіз түсініктеме. Бөртенің Шыңғыс империясындағы 6 қызын ұзатқан кезде Бөрте мен Шыңғыс ханның қыздарына не деп айтатыны сіздерді тіптен таңғалдыруы мүмкін. Джейк Өзерфордтың кітабында бұлай айтылады: Шыңғыс хан қыздарын ұзатып жатқан кезде, және жай ғана ұзату емес, өзінің империясының территориясын бірнеше есе ұлғайтуға ұлдарын емес, шекараға қыздарын жіберген кезде, ал шекара дегеніміз мемлекеттің жүрегі, мемлекеттің ауқымына, ол қыздарына сенген еді. Сол кезде қыздарына Шыңғыс былай деп айтыпты: сенің бірінші ерің елің, екінші ерің абыройың, үшінші ерің қасыңдағы ерің деген екен. Бұл сөзді қазіргі тілге аударсақ, бұл нені білдіреді? Сен ең бірінші еліңе қызмет ет, екінші абыройыңа қызмет ет, үшінші жаныңдағы өмірлік серігің еріңе қызмет деген екен. Неге бұл сөзді тарих ұмытты? Неліктен біз Бөртеге жай ғана Қоңыраттың қызы, Шыңғыс ханның әйелі, пәленшенің қарындасы деген әлеуметтік рөлін алдыға шығарамыз? Неге біз тарихтағы әйелдердің дипломатиясының, сауда-саттығының көзінді болғандығын, Сібірдегі суық территориядан мыңдаған тонна етті Шыңғыс армиясына жіберген Шешейгеннің, ұйғырлардың мәдениетін Моңғол империясына сіңірген Алалтунның еңбектерін әлі білмейміз? Бөртенің биографиясы көптеген әлем тарих кітабында трагедия деп көрсетіледі. Тіпті өмір баяны былай беріледі. Бөрте Шыңғыс ханға үйленді, Бөртені меркіттер ұрлап алып кетті. Шыңғыс хан Бөртені қайтару мақсатында Жамұқамен бірікті, Бөртені қайтарып алып келді, Жошы дүниеге келді. Жошы Шыңғыс ханның мұрагері ме? Мұрагер емес пе? Миллиардтаған тарихшыларды осы сұрақ мазалады: Жошы Шыңғыс ханның биологиялық ұлы ма, ұл емес пе? Біз осы сұрақтың соңында жүрген кезде
сол империяның жүрегіне, қаңқасына, ел мен елді біріктірген көпірдің тірегіне айналған 6 қызды ұмыттық. Ал Шыңғысханның ұлы император болуына әсер еткен ол бөртенің ұрлану екенін біз тіптен ұмытып кеттік. Көптеген тарих кітаптары, ол Гомердің Илиадасы болсын, Троя жырындағы кез келген соғыстың басталуына әйел кінәлі деген сөйлем бар. Ал Шыңғысханның әлемдегі ең белгілі император болуына бөртенің ұрлануы себепкер деген сөйлемді таба аламыз ба? Әлбетте жоқ. Себебі тарих оқулықтары бейтарап емес. Олар бізге қалай жазылады? Кей жағдайда бөртенің трагедиясы, ұрлануы, жаудың қолына түсуі неліктен Шыңғыс сияқты ер азаматтың биографиясындағы трамплин болды? Неге оның басынан өткен қайғылы жағдай бір ер азаматтың ерлігіне айналды? Неліктен біз әйел құрбан болған кезде одан кейінгі ер азаматты батыр қылдырамыз? Әйелдердің көз жасымен келген ер азаматтың батырлығы бізге қажет пе? Осы сұрақтар, риторикалықтарды біз сұрақ қоя беретін болсақ, әлбетте біздің қазақ даласының тарихы, Қадыр мырзамыз, Али атамыз айтатындай, жауланған ұлдың тарихының, оқулығының жұқалығы пышақтың жүзіндей дейді. Біздің тарихымызда кітабы өте жұқа. Қазір 7 томды Қазақстан тарихы жазылып жатыр. Бірақ ол жерде Шыңғысханның 6 қызының есімі бар ма? Осы сұрақты біз қоя білуіміз керек. Кімге қоя білуіміз керек? Бүкіл әлемге қоя беруіміз керек. Себебі бөртенің трагедиясы, оның әлемді басқарған Шыңғыс империясының территориясының үлкеюіне әсер еткен Шыңғысханның қыздарына, кейін жесір бола тұра ел басқарған қыздарынан тарихтан әділетті орын бермеуді қалай бағалауға болады? Тарих оқулықтарының бірінде 1215 жылы оңғыттарға ұзатылған Шыңғысханның Алақай Беги қызы, мен жаңа айтқан тарихтағы тұңғыш мемлекет басқарған әйел Шыңғысхан Қытайдан сәл жылжып солтүстік Қытайға өзінің әскерін тастап кеткен кезде Алақай Бегидің қолында 10 мың халық болған екен. 3 жылда Алақай Беги ол халықты 1 миллионға жеткізген. Дәл осындай стратегиялық алпауыт кез келген қыздың негізгі міндеті, егер қазақ әкелері өзің теңіңді тап, қабырғаңмен кеңес, бақытыңды тап, балдай батып судай сіңемес. Ең бірінші кезекте еліңе қызмет ет, абыройыңа қызмет ет. Үшінші барып, еріңе қызмет ет деген сөзді біз жаңғыртсақ, тарихтағы даламызға қайта келсек, бұл неліктен ел басқарған әйелдер болмаған? Қазақта ешқашан шығыс халқынан билеуші әйел болмаған деген тарихтың өтірігін парша-паршасын шығаратын едік. Тарихтың ең үлкен өтіріктердің бірі әйелді билеген әйел болмады деу емес. Билікте болған әйелдердің әрекетін билік деп бағаламау. Трагедия осында. Себебі Шыңғысханның 4 ұлын лидер дейміз, әскери көсем дейміз. Ал қыздарын жай ғана Шыңғысханның қызы дейміз. Оны шаң басқан архивтерден тапсаңыз ғана. Ал Шыңғысхан қыздарына қалай қарады? Ол үлкен корпорацияның қазіргі корпоративті тілімен айтқан кезде өңірлік директорлар етіп жіберді. Егер олардың визит картасы болса, олардың визит картасында Шыңғысханның қызы Алақай Беги емес, сол территорияның CEO-сы деп жазылатын еді. Тарихқа қайта қарау, қайта баға беру біздің санамыздағы жылдар бойы қалыптасқан, біз білетін, естіген, көрген, көнген, бала кезден естіген аңыз бен деректерді қайта бұзу өте қиын. Бірақ та уақыт бізді күтеді ме? 1226 жылы дәл осы Түркістаннан өткен Жібек жою болындағы қалаларды кім басқарды деп ойлайсыз? Шыңғысханның 4 қызы басқарды. Олар Жібек жолын басқарған кезде нені басқарды? Ғылымда мынандай теория бар. Кім сауданы басқарса, сол ақпаратты басқарады. Кім ақпаратты бастаса, сол тарихты қайта жазады дейді. Бірақ та осы теория сынып қалатын дүние бар. Бұл парадокс. Шыңғысханның 4 қызы Жібек жолы бойындағы қалаларды басқарды. Бірақ олардың есімі тарихта қалмады. Себебі Шыңғысхан өлгеннен кейін тақ үшін бақталаста көптеген елдер, ұлттар қалайша 13 ғасырда Шыңғыс империясында Шыңғысхан ұлы мен қызын жынысына бөлмей, ұлын да қызын да тең мұрагер етті. Сонау Қытайда Алақай Бегиге мемлекет басқарған деген титул берді. Сібірдегі қатаң климатқа
шешейген 4-ші қызын жіберді. Бұл сұрақты қою және бұған жауап іздеу барлық ғалымдардың қолынан келе бермейтін батырлықты талап етеді. Ал біз бүгін не істей аламыз? Біздің қазіргі айтатын дүниеміз Қазақстанның билігіне, саясатқа әйелдер керек. Әйелдер керек. Бірақ та неге деген сұрақты іздеген кезде біз көп жағдайда әлемдік мысалды көрсеткіміз келеді. Менің бала кезімде әлемдегі ең мықты билік әйелі кім десем, әлбетте мен Ангела Меркельді айтатын едім. Себебі менің Форбстан оқығаным, ТВ-дан көргенім Ангела Меркель еді. Дәл осы тұста менің тарихи отанымда Жетісу мен Іле территориясында Шыңғыс ханның кенже қызының ұзатылғаны және оның жібек жол бойындағы сауда мен билікті, ғылым мен білімді, дін мен мектепті тең ұстаған ең ірі инвестор екенін білмедім. Әділетсіздік деген осында. Тарих бізге сол 6 қыз қандай сұрақ қоятын еді? Дәл бүгін халықаралық феминизм күнін неліктен әйелдер тойлайды? 1431 жылы Жанна Дарктың өртенуі әлемге нені көрсетті? Руан қаласындағы Жанна Дарктың өртенуі 100 жылдық соғыстағы Франция мен Англияның арасындағы Франция рухының қайта түрілуіне әкелген мемлекеттің символы дейді. Тіпті бірнеше ғасырдан кейін католик шіркеуі бүкіл француз халқының алдында кешірім сұрады. Біздің ағаттықтан халық қаһарманын біз өлтіріп алыппыз, отқа жағып алыппыз деді. Ал егер біздің Алтын Орданың тарихы қайта жазылатын болса, біз Шыңғыс ханның 4 ұлы, Жошы, Шағатай, Үгедей, Төле, 6 қызы, Қожин, Алақай беги, Әлалтүн, Шешейген, Түмелген, Толайға қарап тұрып. Біз сіздердің бар екеніңізді білмедік. Тарихта әйелдердің үнемі орны болған. Жоқ деп айтатын адамдардың қалада, архивте үнсіз жатқан ғасырларға еңбегіне жаңғырту керек болса, біз сіздерді көреміз. Сіздер барсыздар және Қазақстан тарихының жаңа ғасыр тарихында Шыңғыс ханның 4 ұлы ғана емес, 6 қызы да болды деген сөйлемнің болуы нағыз жаңғыру мен тарихи әділеттілікті қалпына келтіру деп есептеймін. Назарыңызға рахмет, мың алғыс. Ду ол шапалақ, Әйгерім ханымға үлкен рахмет.